Сәлеметсіздер ме оқушылар, бұл сабақтың тақырыбы азайту амалын бағандап есептеу. Жалпы өткен сабақтан бері азайту амалын өтіп келе жатырмыз. Ол жерде 2 таңбалы саннан 1 таңбалы санды нақты қалай азайту қажет екендігін үйрендік. Қазірде біз 2 таңбалы саннан енді 2 таңбалы санды қалай азайту қажет, соны үйренетін боламыз. Енді ең алдымен азайту амалына байланысты 1 таңбалы сандардан біраз өрнектер жазып есімізге түсіреміз, және де азайту амалының компоненттерін атайтын боламыз. Мысал ретінде 5 азайту 2 тең болады 3-ке. 2 азайту 1 тең болады 1-ге. 15 азайту 5 тең болады 10-ға. 7 азайту 4 тең болады 3-ке. 21 азайту 1 тең болады 20-ға. Мінеки балалар, азайту амалымен біраз өрнектер құрастырдық. Енді жалпы 2 таңбалы саннан 2 таңбалы санды азайту қажет десек. Мысал ретінде 27-ден азайтамын 12-ні десем. Мен мұны ауызша шығара алмаймын. Сондықтан баған түрінде жазуым қажет. 27 азайту 12. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазамыз. Бірліктен бірлікті азайтып, айырманың мәніне бірліктің орнына жазамыз. Ондықтан ондықты азайтып, мәнін шыққан санды ондықтың орнына жазамыз. 7-ден 2-ні азайтамыз 5, 2-ден 1-ді азайтамыз 1-ге тең. Жауабы 15 шығады. Мінеки. Келесі өрнек болсын. 38 азайту 21. 8-ден 1-ді азайтамыз 7, 3-ден 2-ні азайтамыз 1. Айырманың мәні 17 шықты. Әрі қарай. 66 азайту 41. 6-дан 1-ді азайтсақ 5, 6-дан 4-ді азайтсақ 2-ге тең. Келесі 78 азайту 59. Қараңдар балалар енді. Бұл жерде біз бірліктен бірлікті азайта алмаймыз. 8-ден 9-ды кіші саннан үлкен сан азайтылмағандықтан, ондықтан 1-ін алып бірлікке береміз. Яғни бірлікке беремізде 8-дің алдына тіркейміз деген сөз. 8 сан тұр, алдына 1-ді тіркеймін, сонда 18 болады. Дәл осы 18-ден 9-ды азайтамын. 9 болады. Ондықта 7 еді, 1-ін бірлікке бердік, 6 қалды. 6-тан 5-ті азайтсақ 1-ге тең. 19 шықты. Әрі қарай жазамыз. 69 азайту 51. 9-дан 1-ді азайтамыз 8, 6-дан 5-ті азайтсақ 1 болады. 18. Әрі қарай 66 азайту 65 десем. 6-дан 5-ті азайтамыз 1, 6-дан 6-ті азайтамыз 0. Айырманың мәні 1 шықты. Демек балалар, 2 таңбалы сандарды бір-бірінен азайтқан кезде бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. Бірлікте бізде азайтқышта тұрған бірлікті азайтуға санымыз жеткіліксіз болса, ондықтан бірін көмекке аламыз, яғни ондықтан бірін аламыз. Дәл мынандай жағдайлар болады. Мысалы, 66-дан 65-ті азайту қажет. Бұл жерде қарап тұрсыңдар, ондықтары бірдей, ал бірліктері әртүрлі. Ондықтарынан ондықтарын азайтсақ, бәрібір 0 шығатынын білеміз. Бірліктерін біз ауызша азайтыламыз. Сондықтан оны дәл осы баған түрінде жазбай-ақ бірден ауызша есептесек болады. Мысал ретінде қараңдар, онда есептер 77-тен 71-ді азайтайық. 77-тен 71-ді азайтсақ 6 болады. 82-ден 81-ді азайтайық. 82-ден 81-ді азайтсақ 1 қалады. Келесі 99-дан 93-ді азайтайық. Сонда жауабы 6 болады. 85-тен 83-ті азайтайық. 2 қалады. Әрі қарай тағы да мысалдар келтірейін. 55-тен азайтамын 51-ді. Тең болады 4-ке. 38-ден 36-ны азайтып көрелік. Мінеки, айырманың мәні балалар, ондықтарымыз 1-де, 3-тен 3-ті азайтсақ бәрібір 0 болады. Сондықтан 1-ден бірліктеріне қараймын. 8-ден 6-ны азайтсақ 2-ге тең. Көрдіңдер ғой? Осымен азайту амалына байланысты бағандап есептеу қалай жүргізілетінін үйрендік балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.